Алаяқтық па, әлде салғырттық па? Қарағандылықтар кіріктірілген жиһазға тапсырыс беріп, алданғандарын айтып шағымдануда. Тұрғындар алдын ала төлем жасағанмен де жиһаздың ұзақ уақыт бойы күтіп, ақыры ештеңе ала алмаған. Қалтасын қағып, жұртты жиһазсыз қалдырған компания заң жүзінде кәсіпкерлікпен айналысуы құқылы ма? Мұндай жағдайға тап болмас үшін не істеу керек? Ал ақшаны қайтаруға мүмкіндік бар ма? Толығырақ тілші баяндайды. Стрессы, нервы. Күйзеліс пен жүйкенің тозғаны бір басқа, ал дайын тұрған үйде ақысын төлеп қойған жиһаздың болмауы өз алдына бір бөлек әңгіме. Қарағандыдағы нөмірі 2 аудандық сотта тапсырыспен жасалатын жиһазға қатысты азаматтық іс қаралды. Евгений биыл 10 наурызда ас үйіне жиһаз жасатпақ болып, бір кәсіпкермен келісімге келген. Бағасы көңілге қонымды, мерзімі де көп күттірмейді деген соң, жарнамасына сеніп 450 мың теңге алдын ала төлем жасаған. Уәде көп, бірақ нәтиже жоқ. Содан бері не ас үй жиһазы келмеген, не ақшасы қайтарылмаған. Қазір Евгений сот табалдырығын тоздырып жүр. Должны добропорядочно исполнять свои функции. Маған ең бастысы осы адамдар өз істеріне жауапкершілікпен қараса екен, жиһазды дұрыс жасап, жұртты алдамай адал жұмыс істесе болды. Маған моральдық өтемақы да керек емес, тек ендігәрі ешкімді алдамай осындай жағдайды қайталамаса деймін. Сот отырысына Евгений секілді алданған тағы 16 адамнан жасақталған топта қатысты. Бәрінің айтатыны бір, жарнамаға сеніп жиһазға тапсырыс берген. Алайда не жиһаз да жоқ, не ақша да қайтарылмаған. Тек әрқайсысы әртүрлі сомаға, әртүрлі жиһазға тапсырыс бергендіктен істе бөлек қаралуда. Сот көп жағдайда ақшаны қайтару туралы шешім шығарған. Кейбіріне моральдық өтемақы да белгіленген. Алайда жәбірленушілердің айтуынша, кәсіпкерлер бұл шешімді орындауға асығар емес, керісінше әлі де жаңа клиенттерді тартып жүр. Не преследует цель обмануть людей. Адамдарды алдау олардың мақсаты емес. Айтуларынша қазіргі қиындық қаржылық дағдарыстың салдары. Өздерінің жеке өндіріс цехы бар, тұрақты тапсырыс берушілері де бар. Қазіргі таңда жұмыстарын жалғастырып жатыр. Айтуларынша алғаш қалданғандар осыдан 2 жыл бұрын болған. Содан бері жиһазсыз қалғандардың қатары көбейіп келеді. Қазір бір-бірін тауып, бірігіп бас қосып шыққан 16 адам ғана. Бастапқыда жәбірленушілер полицияға жеке-жеке шағымданған. Алайда құқық қорғау органдары бұл істі азаматтық сипаттағы дау деп танып, барлығын сотқа жіберген. Лично я обращалась в полицию. Жеке өзімде полицияға жүгіндім. Қылмыстық іс қозғалған сияқты болды, бірақ кейін бәрібір жауып тастадым. Айтуларына қарағанда шығын сомасы аз, әрі олар байланысқа шығып жатыр ғой, жасаймыз, бітіреміз деп уәдесінде беріп жүр деген сылтаумен істі тоқтатты. Ал жәбірленушілер топтасып біріккен соңда полицияға қайта шағым түсірген. Алайда бұл жолы да істер азаматтық сипаттағы дау деп танылып, номенклатуралық тіркеуге ғана алынған. Начала искать потерпевших. Мы нашли несколько человек. Жәбірленушілерді іздей бастадым. Біраз адам таптық. Бас қосып бәріміз бірігіп Терешкова 1Б мекен жайындағы полиция басқармасына алаяқтық фактісі бойынша арыз жаздық. Бастапқыда істі қарастырып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Арызымызды ұжымдық түрде қабылдады, бірақ артынан істі жауып тастады. Сосын прокуратураға жаздық. Олар бұл азаматтық құқықтық мәселе, сотқа беріңдер деп жауап қайтарды. Біз тағы да прокуратураға шағымдандық. Олар қайтадан полицияға жолдайды, солай бір-біріне сілтей береді. Осылайша жұрт бір мекемеден екіншісіне жолданып әуре сарсаңға түсіп жүр. Зардап шеккендердің айтуынша жалпы шығын көлемі 5 миллион теңгеден кем емес. Возбуждалось уголовное дело, но при этом оно... Қылмыстық іс қозғалды дейді, бірақ соған қарамастан істі тек номенклатура бөліміне тіркеп қояды. Өйткені бұл азаматтық құқықтық қатынас дейді, әр жәбірленуші сотта өзі жеке шешсін деген жауап аламыз. Бірақ біз осы жағдай бойынша нақты қылмыстық баппен іс қозғалсын дейміз. Қылмыстық жауапкершілік әлде қайда қатаң, бас бостандығынан айыруға дейінгі жазалар мен мүлікті тәркілеу шараларын қамтуы мүмкін. Заңгердің айтуынша заң аясында жұмыс істейтін кейіп, шын мәнінде шектен шыққан кәсіпкерге қатысты құқықтық олқылықтар бар. Мұндай түйткілдер қайта қарауды қажет етеді. Кибермошенников вот тоже ищут. Кибер қылмыскерлерді таппай жатыр, ал мұнда кінәлі адамдар көз алдыңда жүр. Біз көрсетіп отырмыз, бірақ сонда да заң бізде емес, соларды қорғайтындай. Осы жүйенің кесірінен Қарағандыда мұндай алаяқ компаниялар көбейіп барады. Соттан шыққан қарағандылықтар үміттері үзіліп, қалталары қаңыраған күйі полицияға қайта барып ұжымдық арыз жазды. Бұл жолы өтініш қабылданды. Алайда әрі қарай іс қозғала ма, әлде тағы да номенклатуралық ұмыт қалудың құрбаны бола ма, оны уақыт көрсетеді.
Диана Саятқызы, Ирина Вабишевич, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.